Мен грантқа түсемін, мен стипендия аламын, оқуым тегін, тұратын жерім тегін болады. Алло, тәте, саламатсыз. Сіз атақты нумеролог дейді ғой? Мен грантқа түскім келеді. Рахметі болады ғой. Бірақ шетелге түсу керекпін. Достар, жаңағы аффирмация, нумерология деген ол шетелге грантқа түсудің амалдары негізі. Ол бірінші ғана амалы. Екінші тәсілі бар. Ол 20 000 приседания жасау керек. 10 000 отжимания жасау керек. Және Лиссабон қаласынан Нью-Йорк қаласына дейін Атлант мұхитынан жүзіп өту керек. Құрметті оқушылар, бүгінгі видеода біз әртүрлі амал тәсілдерін көрсетіп жатырмыз. Және алдындағы көрсетіп кеткеннен басқа үшінші тәсілі бар. Ол университеттің сайтына кіресіздер. Университеттің сайтында admission деген батырманы басасыздар. Және сол жерде негізгі анкетаны толтырасыздар да университетке тапсырасыздар. Онлайн тапсыру. Бүгінгі видеода негізгі айтқымыз келгені, мектепті сіздер өмірлеріңізде бір-ақ рет бітіре аласыздар. Көлікті екінші рет алуға болады, үйді екінші рет алуға болады, тұрмысқа екінші рет шығуға болады. Бірақ мектепті өмірлеріңізде бір-ақ рет бітіре аласыздар. Осы мүмкіншілікті дұрыс қолдану керексіздер. Сонымен бүгінгі видеода біз осы мүмкіншілікті дұрыс қолдануын біз өзіміз жасаған қателіктерді сіздер жасамас үшін арнайы сіздерге жасадық. Дүние жүзі бойынша барлық мемлекетте шетелдік азаматтарға гранттар бар. Оқу тегін, тұратын жері тегін, $100-дан $500 дейін сіздерге ай сайын стипендия беретін. Оның барлығы біз соңында айтып кететін болатынбыз. Сонымен дүние жүзі бойынша барлық университетке түсу қажет деп айтпаймыз. Мысалы, Солтүстік Корея, Иран, Афганистан деген мемлекеттер емес қой. Біз әрине мықты мемлекетке түскіміз келеді. Ол ақш, Канада, Еуропа мемлекеттері. Қасымызда тұрған мысалға Ресейдегі жақсы университеттер бар. Одан бөлек Дубайда мықты университеттер, Оңтүстік Кореяда университеттер, Қытайда мықты университеттер бар. Соның барлығы жалпы мүмкіншіліктердің бәрін айтатын боламыз. Сіздер бұл университетке тапсырған кезде ештеңке жоғалтпайсыздар. Әрине тапсырған кезде тек қана уақыттарыңыз жоғалады, бірақ ол уақыттарыңыз тиімді қолданылған болып есептеледі. Егер сіздер 9-шы сыныпты бітірген болатын болсаңыздар, нағызғы уақыт. Егер сіздер 10-шы сыныпты бітірген болатын болсаңыздар, келесі тізім сіздерге қажет. Ол ең бірінші сайтта онлайн сіздер анкета толтыру керексіздер. Екіншісі IELTS, TOEFL немесе Duolingo ағылшын тілі деңгейі тесттерін тапсыру керексіздер. SAT, ACT, Назарбаев университеті, NUFIPED, математика, физикадан ағылшын тілінде емтихандар тапсыру керексіздер. Одан бөлек сіздер motivational letter немесе personal statement толтыру керексіздер. Және қасына сіздер міндетті түрде өздеріңіздің жетістіктеріңізді жазу керексіздер. Мектептен тыс, мектептің ішінде академикалық немесе КВН-нен, өнерден, спорттан басқа жетістіктеріңіз барлығын құрастыру арқылы портфолионы енгізесіздер. Бірақ портфолиоға келген кезде көп оқушылар бізге келген кезде қызық жағдай 7-8 сыныпқа дейін спорт, өнер барлығын қатысып келе жатады да 8 сыныптан кейін мектеп бітіп қалғандай ғой. Өздері 10 сыныпта келіп тұрады, бізге 11 сыныпта келіп тұрады. Ешқандай жетістігі жоқ, ешқандай клубтарға қатыспаған, кружоктарға қатыспаған. 8 сыныптан кейін бір демалыс алып алған сияқты. ОБТ-ның алдында 9-10 сыныпта мен бір демалып алайын, 11 сыныпта 1 қыркүйектен бастап ОБТ-ға кірсем деген сияқты. Осы жерде сұрақ болады. Неге мен аттестатқа 11 жыл бойы бағаларына оқимын, ал осы жерде IELTS пен SAT сияқты емтихандарды мектепте оқытпайды, олар бағалайды деп. Өйткені жеке куәлік және паспорт секілді. Сіздер жеке куәлікпен Қазақстанда жүре аласыздар, паспортпен шетелге тапсырасыздар. Шетелге тапсырған кезде IELTS пен SAT міндетті түрде сізге қажет. IELTS пен SAT ол сіздің бағаларыңызды, білімдеріңізді және дағдыларыңызды мойындайтын халықаралық емтихан сертификаттары. Одан бөлек, егер сіз IELTS пен SAT тапсырғыңыз келмесе, аттестаттың орнына халықаралық сертификаттар алуға болады. Мысалғы, IB сертификаты, A-Level сертификаты, Foundation сертификаты, немесе AP бағдарламасы. Осы емтихандар тапсыру арқасында сіздер шетелдік университеттің алдында өзіңіздің біліміңіз бен деңгейіңізді мойындата аласыздар. Бұның барлығы не үшін? Өйткені біздің аттестаттағы табельдегі бағалар оларға түсініксіз. Мысалғы,
математика пәнінен алатын бағаларды салыстырып көрейік. Гимназияда беретін математика пәні және орта мектепте беретін математика пәні. Гимназияда сіз 20 есеп шығарған үшін 5 аласыздар, орта мектепте 5 есеп шығарған үшін 5 аласыздар. Бірақ таңба бір ғой. Неге 20 есеп пен 5 есептің құны тең? Сондықтан сіз SAT және IELTS сияқты емтихандар тапсырған кезде олардың тапсырмалары да, берілетін сұрақтары да барлығы бірдей, және сіздер ортақ бір баға алатын боласыздар. Егер сіздер IELTS пен SAT-тың маңыздылығын түсінген болатын болсаңыздар, келесі диаграммаға көңіл бөліңіздер. Осы диаграммада SAT пен IELTS орташа есеппен 30%-ын сізді бағалайды. Портфолионыз тағы 30%-ын бағалайды. Және 30%-ын сіздің хатыңыз бағалайды, қалған 10%-ы ол сіздің аттестатыңыз және басқа да жетістіктеріңіз. Мысалға, SAT пен IELTS-ты алатын болсақ, сізді мектепте оқыта ма? Дайындамайды. Егер дайындамайтын болса, сіздер өздеріңіз достарыңыз тауып, солармен бірге дайындалу керексіздер. Егер хат дайындамайтын болса, тағы да достарыңызбен бірге дайындалу керексіздер. Портфолиода тура сол сияқты өзіңіз қасыңыздағы ортамен бірге даму керексіздер, соны дамыту керексіздер. Бірақ кейде SAT пен ACT қажет болмайды. Кейде IELTS та қажет болмайды. Кейде IELTS-тың орнына басқа да сіздерден халықаралық емтихан сұрайтын болады. Мысалға, егер Францияға тапсыратын болсаңыз, сізге DELF керек. Өйткені IELTS пен TOEFL ол тек қана ағылшын тіл деңгейін тексереді. Басқа мемлекеттерде өздерінің тексеретін емтихандары бар. Біз оның барлығын өзіміздің осы посттың комментариясына жазатын боламыз. Және келесі сұрақ, қандай университеттер толық грант береді? Негізі дүниежүзі бойынша оқу тегін, тұратын жер тегін, одан бөлек $300 стипендия береді. Жылына 2 рет сіздің жолыңызды, самолетіңізді төлеп беретін, страховканы төлеп беретін университеттер бар. Сол университеттер және басқа университеттердің тізімін осы видеоның астында көре аласыздар. Айына негізінде қанша шетелдік университетке тапсыруға болады? Өткен жылы Америка Құрама Штаттарында бір қыз 948 университетке түсті. 8 мемлекетте. Соны қанша отжимание жасау керек ол үшін? Жоқ, отжимание жасамай-ақ қой, сен одан да университеттің сайтына кіріп басташы.